Абай қара сөздері 35-ші сөз. Мақшарға барғанда Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт, шейіт соларды қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғиззат құрмет алмақ үшін қажы болғанды, молда болғанды, сопы болғанды, жомарт болғанды, шейіт болғандарды бір бөлек қояр дейді. Ақиретке бола бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппақ үшін болғандарды бір бөлек қояр дейді. Дүние үшін болғандарға айтар дейді. Сендер дүниеде қажеке, молдеке, сопеке, мырзеке, батыреке аталмақ үшін өнер қылып едіңдер. Ол дүниең мұнда жоқ. Сендердің ол қызықты дүниең харап болған. Сонымен қылған өнерлерің де бітті. Енді мұнда құрмет алмақ түгіл сұрау беріңдер. Мал бердім, өмір бердім. Не үшін сол малдарыңды, өмірлеріңді, бетіңе ақиретті ұстап, дін ниетің дүниеде тұрып, жұртты алдамақ үшін сарп қылдыңдар деп. Ана шын ниетімен орнын тауып, бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығымды іздеп малдарыңды, өмірлеріңді сарп қылып едіңдер. Мен разы болдым. Сіздерге лайықты құрметті орным бар. Дайын, кіріңдер. Һәм ол разылықтарыңнан басқа, осы мақшар ішінде сендердің осы қылғаныңа өзі қылмаса да, іші еріп, ынтық болған достарың табылса, шапағат қылыңдар деп айтар дейді.